Всем достар, қайырлы күн деймін ба, білмеймін. Бүгін мен бірге тамақ істеңдер. Не ішеміз десеңдер, бермешер. Жұмыртқамен омлет қылып ішеміз ба, білмеймін. Ойланып отырмын оны. Ол үшін тамақ пісіремін дегенше ыдысты жуу керек қой. Еще мынаны плитамызды қою керекпіз. И бәрі главное тамақ болу керек бізге. Нормально болып тұрған жоқ, жеуге болатын шығар, иә. Енді кеттік, жұмыртқа алайық. Бірінші наным бермешелді саламыз ыдысына. Ыдыс бізде нандай болады. Барлығын салайын ба деп отырмын. Жарайды, мамам келіп жесады тағы да. Мынандай жемейміз біз. Байқақты наным. Ну ладно, иіс болып тұршы мынада. Жарайды, бүгін жеп бітірейік. Бітіреміз. Ой, шашылып. Астындағы тоже не істепіз? Не салып тастаймыз ғой. Дашнаған 4 жұмыртқа жете ма? 4 жұмыртқа жете ма? Қазір қараймыз қайтадан. Енді жетпейді. Қайтып аламын, бір алып қашып. Көзім қалып телефондар қой. Айтында шына жете ма? Или тағы да бір қосайын ба деп отырмын. Жарайды, өстіп қойып көрем бүгін. Шарики мен білдім. Ой, камераны түсірді ғой. Жетеді екен. Вполне себе жетеді. Енді наны қызарту керек. Мен әлі қоспағамда наны. Жарайды, қоса салам. Пока что. Күте тұрыңдар. Уақыт деген бәле болды. Вроде мен 8-де тұрдым. 8-де тұрып шашымды жумадым. Әлі 11 болған деп мен шашымды өру керек. Нұма қыз бар ма, надан қараймыз қалай қосатын еді. Ой, может быть, батарейкасы отырып қалды, білмеймін. Әр қызды енді қоямыз. Азуты олды көп тұрсыңдар ма? Қазір фокус болады. Хюп. Дауыс дәқті. Мен шәйт етіп тұрмаса да, нау түсті жуу керек енді. Фокус көрсетейін ба? Сендерді ұмытып кеттім ғой, аз болсын.